Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі музыкалық саяхатымыз қоршаған ортамызды сақтайық деп аталады. Әдетте қоршаған орта дегенде күнделікті өзіміздің өмір сүріп жүрген ортамыз, айналамыз ғана емес, сонымен қатар отанымыздың кең сайын даласы, табиғаты, тамаша орман тоғай, өзен көлдер, айдын шалқар теңіздер және құстар фаунасы мен жәндіктер, жан жануарлар көз алдымызға келеді. Қоршаған орта мінекей осы. Қоршаған ортаны сақтайық. Музыка тыңдап ән салғанды өте ұнататын менің сүйкімді шәкірттерім. Біздің бүгінгі музыкалық тақырыбымыз бойынша қазір Атамекен әнін бейнетаспадан тамашалаймыз. Бұл әннің өлеңін жазған ақын Шөмішбай Сариев, әуенін жазған композитор Жанбота Тұяқбаев. Кең далам, толған айын, толғайын, домбырам, қолға алайын, жырлайын. Қазағымның даласындай, көзімнің қарасындай, айналдым сен ай, Атамекен ай. Теңіздей тебірендім, тербедің сапарда, сағынышым сен менің. Дүние ай сырларындай, мүлдіріп тұнғанындай, айналдым сен ай, Атамекен ай. Армандаған күндер ай, жұлдыз аққан түндер ай, өзің куә өмірде ғажап-ау Атамекен ғаламат, бір саған тағдырымыз аманат. Қымбаттай даламыздай, сымбатты анамыздай, айналдым сен ай, Атамекен ай. Жүрегім жанымыздай, айналдым сен ай, Атамекен ай. Армандаған күндер ай, жұлдыз аққан түндер ай, өзің куә өмірде кімдер өтті, кімдер ай.
Atameken ay, Atameken ay, Atameken ay. Қазір шығармашылық тапсырма бойынша табиғатты, қоршаған ортаны қорғап сақтауға тікелей қатысы бар мамандық иелерімен таныстырылым. Олар экологтер, өрт сөндірушілер, балықшылар және орманшылар. Экологтермен таныстыру. Қоршаған ортаның тынысы, ғажайып өмірдің ырысы, өзара үйлесім орнату, эколог мамандың жұмысы. Өзара үйлесім орнату, эколог маманның жұмысы. Өрт сөндірушілермен таныстыру. Қауіп пен қатерден сақтайды, күні-түні бір тыным таппайды. Кенеттен өрт шықса лаулаған, өрт сөндірушілер сенімді ақтайды. Кенеттен өрт шықса лаулаған, өрт сөндірушілер сенімді ақтайды. Балықшылармен таныстыру. Табиғаттың сыйы бар балық деген, балықтың қасиетін танып келем. Өсетін ортасының тазалығын сақтайтын мамандарды анық білем. Өсетін ортасының тазалығын сақтайтын мамандарды анық білем. Орманшылармен таныстыру. Орманды қорғау орманшының жұмысы. Сезіп тұрар қалың орман тынысын, алуан түрлі міндеттерді атқарған орманшының абыройлы мүңесі. Алуан түрлі міндеттерді атқарған орманшының абыройлы мүңесі. Балалар, сендерді тамаша тапсырма күтіп тұр. Ол, осыған дейінгі алған білімдеріңді тексеруге арналған тапсырма, біліміңді тексер. Осы тапсырма бойынша сұрақтардың дұрыс жауабын тауып, дәптерге жазу керек. Балалар, қазір көктемнің алғашқы айымен басталатын жаңа жылымыз Наурызға арналған. Наурыз, Наурыз, Наурыз атты әннің мәтінімен танысып, әуенін айтып үйренейік. Қош келдің жаңа жылым, қош келдің жаңа күнім, айқара құшақ ашып, қарсы алды дала бүгін. Жаңа жыл келе берсін, мерейін төге берсін, Наурыз, Наурыз, Наурыз. Жүргендей жылды мақтап, түлік жүр қырда ойнақтап, балалар аққа тойып, уыздай болды әппақ. Күн әне сәуле шашқан, құс әне әнге басқан, қайда да той мереке дүрілдеп жырға ұласқан.
ойнақта балалар аққа тойып уыздай болды аппақ жаңа жыл келе бересін мерейін төге бересін наурыз 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 күн әне сәуле шашқан құс әне әнге басқан қайда да той мереке дүрілдеп жүр қаласқан жаңа жыл келе бересін мерейін төге бересін наурыз 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 жаңа жыл келе бересін мерейін төге бересін наурыз 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 ұстазды тыңда, үйге тапсырма, тақырыпты оқып, өлеңді жатта. Алдағы сабақтарымызға сәттілік тілей отырып, мен сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар балалар.